14 жыл бойы зерттеу жүргізген британдық ғалымдар мұражайға бару адам өмірін ұзартатынын дәлелдеп шықты. Ұзақ өмір сүргіңіз келсе, мәдениет ордасына жылына бірнеше рет барып тұрған абзал. Зерттеуге сәйкес өнер туындылары балалардың ойлау қабілетін арттырып, ересек адамның жанын тыныштандыратын қасиетке ие. Әбілхан Қастеев атындағы мұражайдың сәндік қолданбалы өнер залында 5000-дай экспонат қойылған. Мәселен, мына 19 ғасырларға жататын сәукеле барқыт матадан пішіліп, алтын жалатылған күміспен әрленген. Мамандардың айтуынша, Қазақстан зергерлерінің дүниелері аймақтық ерекшеліктерге ие. Батыстық шеберлер әшекей бұйымдарды барынша салмақты әрі үлкен етіп жасауға тырысқан. Оңтүстік Қазақстанның зергерлік бұйымдары нәзіктігімен, шашақтығымен ерекшеленеді. Және солтүстік Қазақстанның бұйымдары мысалы жылтырату техникалары мен қаралау техникалары арқылы жасалады. Әу бастан әрбір қазақ аттың құлағында ойнаған. Тіпті ерте заманда ер-тұрмандардың өзі әйелдерге және еркектерге деп екіге бөлінген. Әйел адамның ер-тұрмандары беткі жақтары барынша әсемделіп, күмістермен қапталып, алтынмен апталып жасалынады және сондай-ақ әртүрлі бағалы маталарды қолданылады. Ал ер адамның ер-тұрмандары болса көбінесе теріден жасалады және құранды ерлер болып келеді. Алдыңғы қасы шошақбас ерлер болып келеді. Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайында бұдан өзге Қазақстан бейнелеу өнері, 20 ғасырдағы шетел және шығыс, батыс Еуропа, орыс өнер залдары бар. Музейде барлығы 25 мыңнан астам құнды экспонат келуші назарына ұсынылған.